Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді кивидан жасалған чизкейктің рецептісімен бөлісетін болам. Менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге творог, сметана, қант, су, киви желесі, желатин, ванильный сахар, киви. Ең алдымен біз тортымызды бастамас бұрын суға желатинімізді араластырамыз. Біздің желатиніміз араласты. Енді бұны водяной баняға қойып араластырып отырып ерітетін боламыз. Творог. Желатиніміз тұрғанша творогымызды, сметана, қантымызды, ванильный сахарымызды. Егер сіздерде блендер болмаса, творогты 2 рет ситадан өткізіп, езіп алуға болады. Мінеки біздің массамыз осындай болу қажет. Ешқандай комочка да болмау қажет. Сол кезде өте әдемі болып шығады торттарымыз. Енді осыған суған желатинімізді жайлап араластырып отырып құямыз. Міне осындай бізде өте әдемі масса шығады. Енді бұны формамызға құямыз. Мінеки мен формамды дайындадым. Бұның ішіндегі бисквиттің рецептісі менің описание бөлімінде ссылкасын тастап кетем. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Қазір бұны 20 минутқа морозильникке салып қоямын. Творожный массамыз холодильникте тұрғанша желемізді суға араластырғаннан кейін 30 минутқа тыныш жерге қойып қоямыз. Желеміз дайын болғанша кивиді қалаған формамызға кесіп шықсақ болады. Мінеки мен осындай формада кесіп алдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша бір форма жасап әсемдесеңіздер болады. Біздің творожный массамыз дайын болды. Енді осының үстіне кивиларымызды әсемдеп салып шығамыз. Кивилардың бәрін салып әсемдеп шықтық. Желе негізі қаптамада жазылған 0,5 литр суға деп. Ал мен 0,5-қа емес 300 мг суға жасадым. Себебі желе жақсы қатуы үшін. Ал егер 0,5-қа жасайтын болсақ, онда желеміздің түсі де дұрыс болмайды, және де қатты қатпайды. Біздің формамызды дұрыс ұстамайтын болады. Желеміз суығаннан кейін ақырындап құйып шығамыз. Холодильникке 30-20 минутқа қойып қоямыз. Біздің желеден бірінші слойымыз қатты. Енді оның үстінде қалған желені құятын боламыз. Енді бұны морозильникке 30-20 минутқа қалдырып қоямыз. Біздің тортымыз дайын. Холодильниктен енді шығардым. Енді оны формасынан аламыз. Мінеки біздің тортымыз дайын. Енді осыны дәмін татып көрейік. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.